Құрметті қауым, қадірлі қонақтар. Бүгін біз тек еліміз үшін ғана емес, күллі түркі дүниесі үшін аса маңызды тарихи оқиғаның куәсі болып отырмыз. Баршаңызды Ақтау қаласының ресми түрде түркі әлемінің 2025 жылға мәдени астанасы мәртебесіне ие болуымен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы бүгінгі салтанатты іс-шараға орай арнайы құттықтау хатын жіберді. Назарларыңызға ұсынамын. Құрметті қауым, қадірлі қонақтар, сіздерді Ақтау қаласының түркі әлемінің 2025 жылғы мәдени астанасы атауымен құттықтаймын. Бұл Қазақстан үшін ғана емес, барша бауырлас елдер үшін айтулы оқиға. Шежірелі Маңғыстау, қазыналы үстірт аймағы тұтас түркі өркениетінің ажырамас бөлігі саналады. Киелі өлкеде ұлтымыздың жалпы түркі дүниесінің сан ғасырлық рухани мұрасы сақталған. Тарихи тамырлас, дәстүрі сабақтас халықтардың ынтымақтастығын одан әрі нығайту баршамыздың ортақ міндетіміз. Осынау атаулы жылда бауырластығымызды бекемдей түсетін бас қосулар ұйымдастырылып, маңызды шешімдер қабылданады деп сенімдімін. Түркі мемлекеттердің ықпалдастығын арттыруға зор үлес қосып жүрген Түрксой ұйымына және осы шараны ұйымдастырушыларға шынайы ризашылығымды білдіремін. Түбі түркі жұртының бірлігі нығая берсін. Баршаңызға бақ береке, толайым табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Ардақты ағайын, президент атап өткендей, түбі бір түркі халықтарының ынтымағын нығайту, бірлігін бекемдеу ортақ міндетіміз. Ақтаудың түркі әлемінің мәдени астанасы болып мойындалуы еліміз үшін үлкен мақтаныш қана емес, сонымен бірге зор жауапкершілік. Бұл арқылы біз халқымыздың бай мәдени мұрасын, салт дәстүрі мен өнерін күллі әлемге танытуға зор мүмкіндік алып отырмыз. Бұған дейін түркі әлемінің мәдени астанасы атағына бауырлас елдеріміздің ескі Шехир, Қазан, Мервір, Шеки, Кастамон, Ош, Хиуа, Бурса, Шуша, Әнеу секілді қалалары ие болған еді. Олардың қатарында елордамыз Астана мен қасиетті Түркістан қаласы да бар. Осынау мәртебелі тізімді биыл 1000 бояулы Маңғыстау облысының орталығы Ақтау шаһары жалғап отыр. Бүгінгі Ақтау ежелгі тарих пен жаңа дәуірдің қатар ұштастыра білген жасампаз қалалардың бірі. Оның келбетінен ғасырлар қойнауынан сыр шертетін бай мұра мен жаңашыл рух қатар көрініс табады. Маңғыстау өңірі тарих пен заманына тоғысқан ерекше мекен. Мұнда көшпелі және теңіз маңындағы отырықшы мәдениеттердің үндестігі айқын сезіледі. Кең даланың айбыны мен жағалаудың әсем табиғаты тоғысып, тұтас бір үйлесім тапқан. Қаланың рухы ашықтық пен қонақжайлыққа, мейірім мен ізгілікке толы. Кемеңгер Әбіш Кекілбайұлы айтқандай, Маңғыстау ашық аспан астындағы мұражай іспетті. Сейсем ата, Шақпақ ата, Бекет ата жер асты мешіттері мен діни орталық қана емес, сәулет өнерінің айрықша үлгісі ретінде бізге жетіп отыр. Табиғаттың ерекше тартуы Бозжыра мен Шерқала, айрықтыға алыс жақын шетелдерден келетін туристер легі үзілген емес. Қасиетті Маңғыстау өнері бай қазынасымен ғана емес, тағылымы мол тұлғалармен танымал өлке, абыздар мен аңыздардың, күйшілер мен жыршылардың мекені. Сондықтан киелі өңірдің мәдени астана ретінде әлемге насихат ету баршамызға ортақ парыз деп білемін. Аймақтың даму тарихына көз жүгірте отырып,
оның бұл мәртебесі қаланың халықтың арасындағы достық пен бірлік пен шығармашылықтың орталығына айналатынына сеніміміз арта түседі. Бүгінгі салтанатты жиынға Әзірбайжан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан, Түркменстан, Венгрия елдерінен мәртебелі меймандар қатысып отыр. Қазақ еліне арнайы келген барша қадірлі қонақтарда шын жүректен алғыс білдірем. Қазақстанға қош келдіңіздер. Ардақты ағайын, алда түркі мәдениеттің рухын терең сезінуге мүмкіндік беретін түрлі фестивальдер, концерттер, көрмелер мен театр қойылымдарына толы жыл күтіп тұр. Осы айтулы күні түркі мәдениеттің халықаралық ұйымының бас хатшысы Сұлтан Әкімұлы Раев мырзаға зор алғысымды білдіремін. Сұлтан Әкімұлының басшылығымен Түрксой мәдениет саласын басты басымдықтарына біріне айландырып, қазақ өнер ұжымдарының түркі мәдени кеңістігінде орны айрықшықтай түсті. Бүгінде Түрксойдың бірде-бір іс-шарасы Қазақстанның музыкалық және театр ұжымдарының қатысуынсыз өтпейді. Бұл ұжымдар ұзақ уақыттан кейін алғаш рет өздерінің үлкен түркі отбасының ажырамас бір бөлшегі ретінде сезіне бастады. Осы маңызды іс-шараны ұйымдастыруға және қаланың дамуына қосқан үлес үшін Мәдениет және ақпарат министрлігі атынан Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбайға ризашылығымды білдіремін. Біз Ақтаудың тарихы ғана емес, қазіргі заманда да халықтар арасындағы